Саламатсыздар ма, құрметті Целиноград ауданының тұрғындары және аудан қонақтары. Менің есімім Иса Әбсаттар Өкібайұлы, Целиноград ауданының санитарлық эпидемиологиялық басқарма басшысы, бас санитарлық дәрігер. Бүгін біз сіздермен тұмау ауруы, жедел респираторлық инфекциялық аурулар деген не, олардың алдын алу жолдары жайында қысқаша түсіндірме, анықтама жұмыстарын беретін боламыз. Тұмау үнемі өзгеріп отыратын, вируспен шақыртылып, респираторлы аурулар секілді өтетін, адам ағзасына негізінен ауа тамшылар жолымен таралатын ауру деп айтылады. Әлем бойынша осы вирусты жұқтырған адамдардың көбінесіне ауыр, жеңіл және ортаса ауыртпалықты ағымда өтеді. Кейбір жағдайда өте ауыр, тіпті өлім жағдайларына шейін алып келген жағдайлар тіркелген. Енді жалпы тұмау дегеніміз не? Тұмау жасы мен жынысына қарамастан барлығына бірдей жұғатын ауыр вирустық инфекция деп айтуға болады. Негізгі белгілері қандай? Ол барлығымызға белгілі: қызудың жоғарылауы, жөтелдің пайда болуы, тамақтың ауырсынуы, бұлшықет пен буындардың ауру белгілерінің байқалу сезімі, және бас ауыру, әлсіреу, тез шаршау, кейде құсу мен үшету белгілеріне тән белгілері пайда болуы мүмкін. Жалпы ересек адамдарда тұмаудың белгілері жедел дене қызуының жоғарылауынан, бас ауруынан, бұлшықеттерінің ауру және буындарының ауруынан басталса, ал жасөспірімдерде, балаларда тұмау әртүрлі ағымда өтеді. Бұл біреулерінде әлсіздік, көп ұйықтайтын болатын болса, немесе басқаларында мазасызданып, тітіркеніп, болмаса дене температурасы 37-38 градусқа шейін жоғарылап, тыныс алуының қиындауына да келіп соғуы мүмкін. Жалпы тұмау өте жұқпалы инфекция деп айтылады. Бұны да тұмаумен ауырған адамдар алғашқы белгілері пайда болғаннан бірінші күннен бастап 7 күнге дейін жұқпалуы болуы мүмкін. Және жедел респираторлық вирустық инфекциялардың және тұмаудың эпидемиологиялық маусымы бұл қыркүйек айынан бастап, орта кезеңінен басталып, сәуір айына дейін жалғасады. 2021-2022 жылдары эпидемиологиялық маусымда бүгінгі күнге дейін біздің ауданымыздың статистикалық есептеріне келетін болсақ, 3736 жағдай тіркелген. Оның ішінде 14 жасқа шейінгі балалар арасында 1630 жағдай тіркелді. 1 жасқа шейінгі балалар арасында 62 жағдай тіркелді. Жүкті әйелдердің арасында 29 жағдай тіркелді. Енді тұмау вирусының таралуының алдын алу шаралары не қажет? Ол тұмауға қарсы белсенді егу иммунизациясын жасау, тұмаудың алдын алуының ең тиімді әдісі болып табылады. Екпені балаларға 6 айлық мерзімнен бастап жасауға болады, ұсынылады. Және 2021 жылдың 1 қазаны мен 15 қараша аралығында Целиноград ауданының тұрғындарының тұмауға қарсы профилактикалық екпелерді жоспар бойынша, егер 9800 адам алу жоспарланған болатын болса, компанияның нәтижесі бойынша 10070 адам егумен қамтылған, қосымша вакцинациялармен де қамтылған. Оның ішінде медициналық қызметкерлер 829, жүкті әйелдер 23, қарттар үйінің контингенттері 60 және басқа да тәуекел топтағы адамдардың саны 765-ке жетті. Енді тағы да алдын алу шараларына нақтылап тоқталып өтетін болсақ, бұл бөлмені дезинфекциялық заттарды пайдалану арқылы ылғи да жуып тазалау, бөлмені есік терезелермен табиғи желдету, балаларды жиі таза ауаға шығарып ойнату, демалдыру, және балаларға қол жуу ережесін ата-аналарымен бірге күнделікті 15-20 секундтық ұзақтықта осы процедураны негізінен ата-аналардың өзі жасап, балаларына ылғи да көрсетіп отырған абзал болады. Сосын ұсынамыз. Және балалардың жөтелгенде, түшкіргенде ауызды таза шүберекпен жабуды үйрету, және ата-аналары да осыны жасап, науқастармен 1,5-2 метр қашықтықта жақындамауды үйреткен дұрыс болады.
Және ауырған балалар міндетті түрде үйінде қалып, егер үй жағдайында емделуге мүмкіндігі болатын болса, үй жағдайында емделіп, мектепке дейінгі мекемелерді және өзінің мектептерін, мына ұжымдық коллектив неге өздерінің нелеріне, мектептеріне, балабақшаларына баруға болмайды. Көптеп жиналатын жерлерге бармау, осы алдын алу, қарапайым алдын алу сақтық шараларын сақтап жүретін болсақ, бізде тұмаудан аурудан алшақ болады. Және егер балалардың дене қызуы көтерілген болған болса, тамақтары ауырсынған болатын болса, тыныс алуының қиындалу пайда болған, бұлшық еттерінің және буындарының ауру сезімі, бөртпелер немесе құсу, үшету, осындай клиника симптомдар пайда болған жағдайда ата-аналарын міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгінуге шақырамыз. Құрметті Целиноград тұрғындары, осы қарапайым шараларды күнделікті өзіміздің үйде, тұрмыста және отбасымызда ылғида балаларға қайталап отыруыңызды шақырамыз. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Рахмет тағы да.